Ким Сер Ронның ең үздік рөлі. Қазіргі болып жатқан дау-дамайдан кейін Ким Сер Ронның ең үздік рөлі мына бір фильм есіме түсіп отыр. Әрине бұл жағдайда мен үшін өте өкінішті болған тек қана Ким Сер Рон. Сондықтан да оның отбасын да, Ким Су Хёнды да, басқаны да қолдамаймын да и да даттамаймын да әрине. Тек қана осы Ким Сер Ронның өмірі осындай болғаны, соңы осымен біткені өкінішті. Ал фильммен танысайық. Фильмде басты рөлде басты кейіпкер Пэ Дуна деген актриса сомдайды. Ол полицияда жұмыс жасап жүреді, өте жақсы көтеріліп келе жатады да, алайда бір жағдай орын алып, содан оны ауылға жібереді. Ол ауылда кішкене қызды кездестіреді. Жеткіншек қызды оны Ким Сер Рон сомдайды. Ол әрдайым таяқ жеп жүреді, қиналып жүреді. Полиция әйел осыны көреді де оған қолдау білдіреді, оны қорғайды, оның жанында әрдайым жүреді. Алайда ауылдағылардың оны осы қалпында қалдыратын ойы жоқ. Әрине қыз барлығы сияқты қуанғысы келеді, күлкісі келеді, билегісі келеді. Яғни қарапайым өмір сүргісі келеді. Бұл өте бір сондай ауыр кино. Фильмде полиция әйел Ким Сер Ронның кейіпкерін барынша қорғады, қолдады, барлығына қарсы шықты. Алайда Ким Сер Ронның өмірінде дәл солай барлығына қарсы шығып, оны қорғайтын, қолдайтын бір адамда болмағаны өкінішті. Фильмнің аты «Девочка у моей двери».